Мысықтың кегі. Айжан үйінде жалғыз тұратын. Бірнеше ай бұрын ол ақ сұр түсті мысықты асырап алған. Оның аты Пөшен еді. Мысық алғашында өте сүйкімді, момын көрінетін. Айжан оны жақсы көргенімен мысыққа ерекше көңіл бөле қоймайтын. Бірақ Пөшеннің мінезі Айжанның әрекетінен кейін күрт өзгерді. Кейінгі күндері Пөшеннің көзқарасы суық әрі үрейлі бола бастады. Ол бұрынғыдай аяққа оралып еркелемейтін. Оның орнына қап-қара көздерімен Айжанды бағылап, ешқашан орнынан қозғалмайтын. Әйел оның бұл қылығына аса мән бермеді, бірақ мысықтан бір түрлі салқындық сезе бастады. Бір күні Айжан мысығының жаңа туған марғауларын байқамай, қатты ашуланды. Көп мысық үйде, не керек? Деп оларды бір сүлгіге орап, үйдің жанындағы өзенге апарып тастады. Мысық бұл сәтті үнсіз бақылап тұрды. Оның жанарынан бір түрлі суық ызаның ұшқыны байқалды. Сол түннен бастап үйде бір түрлі жайсыздық орнады. Айжан өзін үнемі біреудің аңдып тұрғанын сезетін. Пөшен бұрынғыдай емес, бөлменің бір бұрышына отырып алып, оның әр қимылын бағып отыратын болды. Бір күні тіпті түнде оянып кетіп, мысықтың төсегінің аяқ жағында отырғанда көрді. Оның көздері қараңғыда қызыл шоқтай жанып тұрды. Айжан бұл жағдайды түсінбей, таңертең жұмысқа шықты. Бірақ ол үнемі Пөшеннің үнемі қадағалап жүретінін сезетін. Түнде үйде тыныштық болмады. Мысықтың жүрісін естігенде, ол әрдайым қорқып оянатын болды. Бөлмеден бөлмеге кірген сайын, мысық бір бұрыштан бұрышқа тықсырылғандай көрінетін. Бір күні Айжан ас үйге кіріп, суды қоя бергенде, кенеттен арқасында бірдеңенің суық демін сезді. Шошып артына қарағанда Пөшен дәл артында тұр екен. Оның көздері Айжанның жанын түршіктіріп жіберді. Әйел шыңғырып жіберіп, бөлмесіне қашты. Бірақ бөлменің есігін жапқан сәтте, есіктің арғы жағында тырналаған дыбыс естілді. Бұл дыбыс түннің ортасына дейін тоқтамады. Айжанның ұйқысы мүлде қашты. Көзінің асты қарайып, шаршағаннан әрең қозғала бастады. Бірде ол түнде ас үйге су ішуге барғанда, жарықты жаққанда бір қорқынышты көрініске тап болды. Пөшен ас үйдің үстелінде отыр еді. Бірақ бұл басқа мысық секілді көрінді. Оның жүні одан сайын қоюланып, көзі оттай жанып, тырнақтары ұзарып кеткен. Ол Айжанға тіке қарап отырды. Айжан шошып, бөлмесіне қашты, бірақ мысық соңынан ілесіп, бірнеше рет тырнақтарымен есікті тырналаған еді. Оның көзі, терең қара, жанында әрдайым еді. Қорқыныштан кейінгі күні әйел қатты шаршады, бірақ ұйықтауға болмайтынын сезді. Себебі қазір Пөшен тек үйде ғана емес, оның жанына енді өзі де тығылып жүргендей көрінді. Кешкісін, тағы бір түнгі уақыты келіп, Айжан ақыр соңында тыныштықты қалаған еді, бірақ түнгі сағат 12-лерде есігін қатты қағу сезілді. Айжан көздерін жұмуға тырысты, бірақ бір сәтте есік ашылып кеткендей болды. Кенет Пөшен үнсіз бөлмесіне кірді. Ол айдалада қатты қорқып жатты, бірақ ешкім көрмеді, оның өмірі бәрін түсіндіргендей сезілді. Айжанның денесі дірілдеп кетті. Ол төсегінің бас жағына қарай шегіне берді. Пөшен болса бөлменің қараңғы бұрышында тұр. Оның көздері қара түнекке айналғандай, қараған сайын ішке тартып барады. Әйел айғайламақ болды, бірақ үні шықпады. Бір қорқынышты салқындық бөлмені жайлады. Мысық жаймен жақындай бастады. Оның әрбір қозғалысы баяу, бірақ нық. Ол аң сияқты ақырын, сақтықпен жүріп келді. Әйел демін ішіне тартып, жаны қинала бастағанын сезді. Оның жүрегі атқақтап соқты, бірақ денесі қозғалмай қалды. Біреу барлық күшін сорып алғандай сезінді. Кенеттен Пөшен секіріп, тырнақтарын Айжанның аяғына батырды. Әйел бар даусымен айқайлап жіберді. Мысықтың күшті тырнақтары терісін жырып өтті, қан төсекке ақты. Айжан бар күшімен оны итеріп тастамақ болды, бірақ мысық мықтап жабысып алған еді. Кет! Кет әрі! Деп айғайлады ол. Бірақ Пөшен одан сайын жабыса түсті. Мысық кенеттен Айжанның бетіне секірді. Оның өткір тістері мойнына қадалды. Әйел ауа жетпей, демігіп, жанталаса тырмысты. Бірақ мысық күшейіп, бетіне көзіне тырнақтарын батыра берді. Қан жан-жаққа шашырады. Айжанның аяғы дірілдеп барып, қимылсыз қалды. Оның денесі салқындап, әлсіздік меңдеді. Соңғы көргені Пөшеннің жанып тұрған көздері және оның қанға боялған жүні болды. Келесі күні таңертең көршілер Айжанның пәтерінен шыққан ауыр тыныштықты байқады.
бір түрлі суықтық бүкіл үйге жайылғандай. Бір кезде жоғарғы қабатта тұратын әйел Айжанның есігін қағып көрді, бірақ еш жауап болмады. Күдіктенген көршілер полицияға хабарласты. Біраз уақыттан кейін есік ашылды. Ішке кірген жедел жәрдем қызметкерлері мен полицейлер сұмдық көрініске тап болды. Қан барлық жерге жайылған. Айжанның бөлмесі қып-қызыл қанға бөккен. Әйелдің денесі бөлменің ортасында қисайып, көздері шарасынан шығып кеткендей еді. Оның беті тырналған, мойнында терең тіс іздері бар. Денесінің жанында ақсұр түсті жүні бар үйінді шашылып жатты. Бұл не сұмдық? Деді полиция қызметкері таңданыспен. Жыртқыш аң кіргендей ғой. Бірақ есік жабық болған, деді жедел жәрдем қызметкері. Қорқыныштысы, бөлмеде ешқандай мысық жоқ еді. Оны ешкім көрмеген. Бірақ Айжанның өлімі жұмбақ күйінде қалды. Бөлмеден шығып бара жатқанда полицейлердің бірі терезе жаққа қарады. Қарама-қарсы үйдің шатырында бірдеңе қозғалды. Ақсұр түсті мысық үнсіз отырып төмендегі адамдарға қарап тұрды. Оның көздерінде мұздай салқындық бар еді. Мысық үнсіз артқа бұрылып кетіп қалды.